Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен SketchUp бағдарламасының құралдарымен танысамыз. Бұл құралдардың барлығы алдынан бізге таныс. Енді осы бағдарламаның негізгі модификациялау құралына тоқталайық. Олардың аттары, яғни біріншісі орын ауыстыру, созып тарт, айналдыру, масштаб, контур, менімен жүр деп аталады. Бұл құралдардың негізгі қызметтері біздің салған суретімізді 3D форматына ауыстырып отырады. Ал енді бірінші тапсырманы орындап көрейік. Бірінші тапсырмада тік төртбұрышты таңдап, сүйеніп тұрған адамның басынан созып тартамыз дейді. Сол кезде бізде тік төртбұрыш пайда болады. Көріп тұрғандарыңыздай фигура пайда болды. Енді осы фигураны біз созып тарт, яғни тяни толкай батырмасы арқылы жоғары көтереміз. Міне, бізде 3D форматында фигура пайда болды. Ал енді екінші тапсырмада цилиндр пішіндес бас киім сыз дейді. Ол үшін circle, яғни шеңберді таңдап сызайық. Масштабын кішірейтемін сіздерге көріну үшін. Одан кейін контурды таңдап, ішіне тағы да шеңбер сызамын. Сызылған шеңберді тяни толкай батырмасы арқылы жоғары көтеремін. Міне оқушылар, екінші тапсырмамызда орындалды, яғни цилиндрге ұқсас бас киім. Бұл бас киімді заливки, яғни құю батырмасы арқылы түрін, түсін өзгертуімізге болады. Бүгінгі сабағымыз осы. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңдар.